Не деп құтылдыңыз? Табысыңыз қанша қазір? Айта беріңіз. Молодец. Қаласыңдар бәріңе жақсы келдіңіздер, өте жақсы келдіңіздер. Мені бірінші мына Ағайша шақырды. Ағайшаға мен бұрыннан таныс едім, сенімді адам болғасын мен. Алға алып жүретіндей үлкен кісінің көп несі бар, білместіктері бар. Сондықтан бұған ердім Ағайшаға. Шынымен ол кісінің біраз нелері грыжасы кеткен, тағы да көптеген проблемалар кеткен. Мен бастап ішкеннен кейін мен оны тоқтатқан жоқпын, сразу кірдім да коробка алып іше бастадым. 6 күннен кейін Паркинсон аурумен ауыратын едім. 23 жыл болған Паркинсон ауруы менде. Қолым қалшылдап тұратын еді. Қазір менде қол ешқандай движение жоқ, жақсы. Сосын бұрыннан келе жатқан артрозым бар еді. Екі аяқта бірдей ауыра бастады күннен кейін. Оған да таң қалдым. Екінші аяқ ауырмайтын еді, неге ауырып жатыр? Обострение бітті. Содан кейін тағы бір аппаратқа түсіп қаралғанмын. Қаралғанда менде мастопатия бар еді. Ол 72 жылы қызымды босанғаннан кейін емшегіме салқын тиіп қатты ауырғанмын. Енді біз қазақтар айтады ғой, көміш нан басыңыз, жылы нан басыңыз, майлықты басыңыз, сонымен кетеді деп. Содан мен докторға барған жоқпыз. Біздер сондай халықпыз. Докторға барған жоқпын, қаралған жоқпын. Сонымен ол кеткен. Енді қараңыз, 51 жыл болып, кеше осы продукцияны ішкеннен кейін бастап, жағым шаншып, жаным шығарып, мінекей мына продукты іштегі бар затты қайтадан шығарып көрсетіп жатыр. Сенде мұндай ауырады екен, сенде мынаны жейін деп. Бір күннен кейін ол да басыл. Енді үлкен дәрет туралы айтып жатыр ғой, оның бәрі рас. Сосын құрттың шыққанын көрсеңіз, іштен құрттың шыққаны оған адам шыда алмайтындай жағдай болады да, артынан тыныштала қалады, тым жоқ сияқты. Бұл алып тастаған екен деп ойлаймын. Ал мына артрит әлі күнге дейін ауырып жатыр. Жатып алайын десең, мына жақта жұмыс бар. Енді айтайын дегенім шыныменен мынаның ақшасы да жақсы екен. Сразу бір 7 адамды жазып тастадым. Шын айтам, На VIP пакет. Мен неше жылдан бері жұмыс істеп жүргенде мен бұндай табыс табам деп ойлаған жоқпын. Аптасына ғой апа? Аптасына. Енді айтайын. Мына біздің Аманай дейтін жігіт шыныменен өте ер жігіт, азамат. Мына тұрған Бауыржан қандай. Осындай жігіттерге ерсеңдер, ол ешқайда артта қалмайсыңдар. Алда жүресіңдер. Бұл кісі 2 айда Дубайға барып қайтты, семьясымен. 1.750.000 айлық алды. Айфон телефонды 10 алды, 700.000-да. Енді бір 3 айдан кейін машина алып отыр ғой. Қалайша біз қаламыз осындай жігіттерді. Біз де машина алғымыз келеді, біз де ақшаға шыққымыз келеді. Баяғы жіберген ақшамыз қаншама. Оның біреуіне қарамадық, әйтеу істей бердік. Анағанда бардық, мынағанда бардық, барлық продукцияны да іштік, бірақ іштеме шығара алмадық. Алдық, действительно, бір жерде золото болдық, бір жерде серебро болдық, бірдеме алдық. Шыныменен тыныш жатпаңдар. Жұмыс істейтін жер бұл. Бұл қызығатын жер. Бұл апайдың апталық табысы пенсиясының 2 есесі. Апайдың әке болсын. Шалы жоқ. Құрметті қонақтар, Әкеме шал керек. Әрине, біз өте тамаша отырыста отырмыз. Бәріміздің де көңіліміз көтеріңкі. Біраз